сәтте өткен шақта мен бардым, сен бардың деген сияқты араб тілінде де етістік, кез келген етістіктің соңынан жалғанады. Яғни біздің қазақ тіліндегі дым деген араб тілінде всегда цу. Мысалы катаба деген ол жазу болса, мен жаздым, катаба цу. Захаба деген бару, мен бардым, уже сукунмен аласыздар соңғысын, сонда айтасыз. Захаба цу. Жақсы? Ол мысалы мына жерде көрсетіліп тұр. Катаба жазу, бірінші деп тұр ғой, первое лицо. Яғни бұл мен дегенде мен жаздым мына жерге. Ана катаба цу. Жазып қойыңыздар, арабша білем жазыңыздар, иә? Мына сөзді түсіріп алыңыздар, сосын сабақтың соңында асықпай отырып жазасыздар. Мен жаздым, ана катаба цу. Енді тағы да алайық, бір-екі етістікті түсінікті болу үшін хараджа деген шығу. Мен шықтым деген қалай болады? Ана хараджа. Хараджа, сукунмен аласыз, харадж цу. Хараджа ту. Тағы да дораба деген ұру. Мен ұрдым. Ана дорабту. Дорабту, молодцы. Тағы да роа деген көру, мен көрдім. Ана роай ту деген кішкене етістік. Тағы да жаласа деген отыру, мен отырдым. Жаласту. Молодцы. Түсінікті ғой? Жаласту. Естеріңіз сақтаңыз ғой? Мен істедім етістікке, осылай. Кез келген етістікті аласыздар, оған туды жалғайсыздар. Екінші мен кетті. Енді осы бізді алайық, иә? Біз дегенде нә дегенді жалғайсыздар. Нәні онсыз да білесіздер. Мысалы, ол нә менің кітабым, сенің кітабың деген кезде жалғайтын еді ғой. Естеріңізде ма? Китап біздің кітабымыз деген, то есть китабуна, қаламуна, иә? Біздің қаламымыз. Біздің сабағымыз дарсуна, иә? Дәл осы сияқты осы нә, тоже біздің дегенде мағына береді, және біз істедік деген мағынаны береді. Мысалы, біз жаздық, нахну катабна. Біз шықтық, шығу хараджа, хараджна. Біз отырдық, отыру деген жаласа, жаласна. Сіздерге қазір етістікті, бірнеше етістікті сөйлем, үйде сол жетістіктерді жаттап келесіздер. Енді сіздерге етістік сөйлем жаттамасаңыздар, грамматиканың өткеннің пайдасы жоқ, өйткені сөйлем құрау керексіздер. Жақсы, міндетті түрде келесі сабақтар келесіздер. Сонымен біз кіру деген дахаля, біз кірдік. Дахальна. Чуть-чуть на деп. Дахальна. Иә? Түсінікті ғой? Мен дегенде туды аяқталады,